Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 7-ші сынып оқушылары үшін атомдар, молекулалар, заттар бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: берілген элементтерді металл және бейметалдарға жіктеңіз. Калий бізде металлға жатады, неон бейметаллға жатады, бор бейметалл, литий металл, азот бейметалл, аргон бейметалл, алюминий металл, фосфор, күкірт. Мына жерде келесі элементіміз де бізде ішінде калий, литий, алюминий деген 3 металлымыз бар екен. Қалған барлығы бейметаллға жатады. Сіздерде литий элементінің атом құрылысы берген. Осы атом ядросындағы атом құрамында бөлшектерді атаңыз. Электрон мына жерде. Нейтрон. Және мына жерде протон. Атомның қарапайым бөлшектері бойынша кестені толтырыңыз. Атомдық массасы көміртектің 13, 18, 37, протон саны көміртекте протон саны бізде 6-ға тең. Оттекте 8-ге тең. Реттік нөмірін жазамыз. Хлорда 17-ге тең. Енді азайтамыз. 13-тен 6-ны азайтсақ 7, 18-ден 8 азайтсақ 10, 37-тен 17-ні азайтсақ 20. Изотоптардың қасиеттерін алғаш рет 20 ғасырдың басында анықтаған. Изотоп дегеніміз атомдық нөмірі 1, массасы әртүрлі, бір элемент түр өзгерістері. Кез келген екі элементтің изотоптарына мысал келтіріңіз. Сутегі 1, сутегі 2, сутегі 3. Одан кейін көміртегі 12, көміртегі 13 деген түрі бар. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.